2025 жыл елімізде президентіміздің бастамасымен жұмысшы мамандықтар жылы деп жарияланды. Бұл бастама қоғамның еңбек адамына деген құрметін арттырумен қатар, елдің экономикалық дамуын қамтамасыз ететін жұмысшы мамандықтардың маңыздылығын қайта бағалауға үлкен серпін береді. Раушан Омарбекованың Сатпаев жылу сумен жабдықтау кәсіпорнында еңбек етіп жүргеніне 17 жылдан асты. Жұмысшы мамандардың қатарын толықтырып жүрген өз ісінің шебері. Бұл мамандар қаладағы жылу құбырларын орап, шаһар тұрғындарына жылудың еш кедергісіз жетуіне әрекет жасайды. Рахметулловна 2007 сентябрь айында жұмысқа келгем. Біздің основной жұмысымыз, біздің коллективтің основной жұмысымыз жылумен қамту. Жазда капремонтпен айналысамыз, труба ауыстырамыз, изоляция, краска, күзбаслакпенен, стекловатамен, стеклотканменен біз ораймыз. Коллективте мен жалғыз емеспін, менің коллективім бар. Абилева Лейла, Сейдахметова Фарида, Ерболат, Арлен деген өзіміздің командам бар. Біздің бастығымыз Дулат Абылкасымович бізге наряд береді. Осы нарядта біз берген нарядта біз оны 8 сағатымызды біз оны істейміз. Енді коллективіміз өте жақсы. Жазда полностью трубаны ауыстырып болғаннан кейін біз оны орап, жердің асты болсын, траншея дейді ғой, жердің беті болсын, воздушка дейді. Соның бәрін біз ауыстырып, тұрғындарды жылумен қамтамасыз етеміз. Қыста бізде в основном капремонт болмайды, бізде восстановление деген болады. Жыртық жерлерді біз жамаймыз. Жамап, жылу сыртқа кетпеу үшін, халыққа жылу көп бару үшін, сол үшін біз қыста осымен айналысамыз. Таңғы 8-ден кешкі 5-ке дейінгі уақытта атқаратын жұмыстары 5 күнге жалғасады. Жұмыстың жеңілі жоқ, тек адамға ең алдымен өз ісін сүйіп істеу керек деген Раушан Омарбекова жастарды жұмысшы мамандар қатарын толықтыруға шақырды. Енді бізге қиыншылық не ғой байланысты, жердің асты болса, траншея болса, шамалы тазалау қиын болады, труба если көміліп тұрса. Ал енді жердің бетінде бізге қиыншылық неғымайды. Бізден машина бар, тоңып атсақ, машинаға барып жылын аламыз. Бізге вахтовка бөлінген. Соның арқасында біз шамалы жұмыс істеп, тоңып баратқан кезде машинаға барып жылынамыз. Өте керемет коллективім. Менің өзім бастығым да жақсы, қыздарым да жақсы. Начальник цехада, начальник участкада, мастерында, Ербол бәрі жақсы. Бұрынғы істеп келатқан адамдар, бұл жұмысты сүйсініп істеген адамдар қалады. Ал келіп уақытшалай ақша табу үшін болса, онда біздің жұмысқа көбісі шыдай алмайды. Жұмысшыларды көбісі көре қоймайды. Өйткені в основном былай бойынша жұмысшылар жұмыс істейді, отчетты береді бастықтар ғой. Жұмыстың қандай істеп жатқанын оны көбісі білмейді, адамдар білмейді, халықтар білмейді. Өзінше ойлайды, что біздің жұмысымыз жеңіл деп. Былайша қараған кезде, былай келген кезде біздің жұмысқа өте көп маңызды бар. Ол су, канализация болсын, ішетін су болсын. Биыл ел президенті жұмысшыларға көп көңіл бөліп жатқанына біз ризамыз. Қыстың қақаған аязына, шілденің шіліңгір ыстығында еңбек етіп жүрген маман жұмыстың жаманы жоқ, кез келген еңбек қадірлі. Ең бастысы әркім жауапкершілікті терең сезініп, өз міндетін сапалы атқарса, әр сала жандана береді дейді кейіпкеріміз. Өз кезегінде мүмкіндікті пайдаланған Раушан Рахметуллақызы 8 наурыз халықаралық әйелдер мерекесімен барша әріптестерімен қала тұрғындарын құттықтап, ізгі тілегін білдірді. Енді бәріміз де анамыз ғой, бәріміз де әйеліміз. Бәріміз де қыз баламыз енді. Бәрімізге енді ана махаббаты, енді әйел махаббаты, бұл өмірге деген, жұмысымызға деген, аналарымызға, үлкен кісілерімізге, енді денсаулық, көктем айы өз керемет ай ғой өзі. Бәрі өсіп өніп атқан кезде, енді бәрімізге гүлдей жайнап, құлпырып жүргеніміз, қиыншылықты көрмей, самое главное. Күліп ойнап, не болса да қолымызды түсірмей жүргеніміз сол үшін.